Сәлем достар, қысқаша бәке арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге «Любовь не по размеру» фильмін баяндап беретін боламын. Видео басталмас бұрын қазақша контентті қолдап, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Диана кезекті қиын жұмыс күнінен кейін үйіне келеді. Сол уақытта оның телефонына қоңырау шалынады. Бейтаныс еркек оның телефонын тауып алғанын айтады. Ол да Диана тамақтанған кафеде болған екен, және Диананың телефонын үстел үстіне ұмытып кеткенін көрген. Телефонын қайтарып беретін себеп қылып Диананы кездесуге шақырады. Қыз келіседі. Диананың бойын керемет сезім билейді. Себебі бұл кездесу оның жаңа өмір бастауына себепші болуы мүмкін. Диана заңгер, және ол бұрынғы күйеуі Бруно Кассонимен бір кеңседе жұмыс жасайды. Олардың ажырасқанына 3 жыл болған, алайда Бруно әлі Дианадан бас тартқан емес. Диана өте сұлу, тартымды, бойы ұзын және жұмысында да табысты. Өзіне сенімді әйел телефонын тауып алған еркекпен кездесуге бара жатыр. Оның аты Александр, және ол архитектор. Алайда Диана алдынан бойы бір қарыс ергежейлі еркек шыққанда не істерін білмей қалды. Бірақ біздің Александр өзіне сенімді, сөз тапқыш, сыпайы, мейірімді, бір сөзбен нағыз джентльмен болып шықты. Оның сөзінше, оған бой мәселесі әйелмен қарым-қатынаста кедергі жасамайды. Сөзінің дәлелі ретінде Дианаға таныстықтарын жалғастыруды ұсынады, және оны бірге парашютпен секіруге шақырады. Не істерін білмеген Диана таңғалғаннан бұған келіседі. Александр таныстары арқылы тез арада парашютпен секіру үшін ұшақ тауып алады. Парашютпен екеуі бірге секіреді. Диана әуелде қорыққанымен жерге түскеннен кейін алған әсерінен бақыттан бас айналады. Енді Александрдың үйіндеміз. Оның үйінде өзінің сүйікті иті және ұлы Бенджи бар. Бенджи өзінің ойлап тапқан бағдарламасы бар, бірақ оны жүзеге асыруға ақшасы жоқ жас жігіт. Ол мақсатын жүзеге асыру үшін оған ақшасы көп инвестор тауып алу қажет. Диана қанша Александрға қоңырау шалмайын десе де, алғашқы кездесуден алған әсері оны қоңырау шалуға мәжбүр етеді. Александр осы уақытта жаңа опера залының жобасымен айналысып жатқан болатын. Ол қызды екінші кездесуге шақырады және біріншісінен кем түспейтініне уәде береді. Осы кезде Диананың көмекшісі Карали келеді. Ол бастығының өмірінде жаңа еркектің пайда болғанын сезеді. Диана кешке Александр айтқан жерге келді. Екеуі кездесуді кемедегі жасырын ресторанда өткізді. Дианаға бұдан кейінгі теңіз жағалауындағы кездесуде қатты ұнады. Александр Диананы шығарып салып жатқанда екеуі алғаш рет сүйісті. Осы тамаша сәттерде Диана жігітінің бойы бір қарыс екенін ұмытып кеткендей. Бруно Дианадағы өзгерістерді байқайды және оның өмірінде жаңа еркек пайда болғанын сезеді. Диана бұрынғы күйеуіне ештеңе айтқысы келмейді. Бірақ бізде Карали бар. Ол Диананың бір еркекпен кездесіп жүргенін айтады. Бруно қызғанышта оның кім екенін білгісі келеді. Бұл уақытта Александр ұлымен үстел теннисін ойнап жатқан болатын. Александр үстел теннисін қатты ойнайды. Ойыннан кейін Бенджи әкесінің жаңа елмен кездесіп жүргенін біледі және ол үшін қуанады. Себебі Александрдың бақытты екені жүзінен көрініп тұр. Александр қанша өзіне сенімді болғанымен Дианамен кезекті кездесудің алдында қобалжу үстінде. Диананы жұмысынан алып бара жатқанда оны Бруно көріп таңғалады. Ол өзінің бұрынғы сұлу әйелі мұндай ергежейлі еркектің қай жеріне қызыққанын түсінбей дал. Диана мен Александр клубта. Оларға бой айырмашылықтары билеуге дым кедергі жасамайды. Оның үстіне Александр керемет билейтін болып шығады. Кездесу тағы тамаша өтті. Содан соң екеуі Александрдың үйіне барады. Диана жағдайдың неге бара жатқанын түсінеді. Ол бұл қадамға дайын. Бірақ іске келгенде Диана күмәнданып қалады. Осы сәтте Александр жағдайды өз қолына алып, оның күмәнін сейілтті. Александр таңменен жұмысқа кетті. Оның алдында Дианаға таңғы ас дайындап кеткен. Үстел басында Диана Бенджимен танысты. Олардың әңгімесі жарасты. Диана жұмысқа оралғаннан кейін оның жүйкесі сыр бере бастады. Оның себебі Александрмен кездесіп жүргенінде болуы мүмкін. Бруно Каралиге Диананың жігітін көргенін айтады. Аузында сөз тұрмайтын Карали мұны бірден Дианаға жеткізді. Диана мен Бруно ашық сөйлесті. Диананың ергежейлі еркекпен кездесетін бұрынғы күйеуінің санасы қабылдамайды. Адамдардың қисық пікірі, жағымсыз көзқарастары Диананың жүйкесіне тие бастады. Александрға да бойымен оңай емес. Оны көшеде бір еркек түйіп кетеді. Ол тіпті Александрды байқамай да қалған. Диана Александрға сыйлық жасамақшы болып кәдімгі киім дүкеніне барады, бірақ онан керекті өлшемді таппайды. Амалсыздан балалар дүкенінен жейде сатып алады. Оған ыңғайсыз, себебі сатушы жейдені кішкентай балаға сатып алып жатыр деп ойлап тұр. Бенджидің туған күні, әкесі оны аэропортқа шақырады. Бала соған саяхатқа жолдама сыйлайтын болар деп ойлап тұр. Алайда ол күткендей емес. Александр оған кезінде әкесі қалай арманын орындауға көмектескенін айтады. Және ол да солай істегісі келеді.
Бұл аэропортта Бенджи армандап жолыға алмай жүрген инвестор ұшағын күтіп отыр. Александр ұлын әдейі шақырған, оған инвестормен кездесуге мүмкіндік беру үшін. Ұлы бұл мүмкіндікті пайдалана алды. Ол өзінің бағдарламасын инвесторға түсіндірді. Жоба инвестордың көңілінен шығып, Бенджимен кездесу бекітті. Бенджи кешкі аста болған жағдайды Дианаға айтып берді. Диана Александрға дүкеннен алған жейдесін сыйға тартты. Сыйлық алып үйренбеген Александр қатты ыңғайсызданды, бірақ сыйлықты қабылдады. Келесі кездесулерінде Александр Дианадан таныс туыстарының біреуімен де таныстырмай жүргенінің себебін сұрады. Диана жауаптан қашқақтағанымен Александрдың көңілі үшін ата-анасымен кездесу белгілеуіне тура келді. Олар сурет көрмесінде кездесті. Одан соң ресторанға барды. Осы кезде жан-жақтағылар Диана мен Александрдың сыртынан мысқылдап күліп отты. Оның үстіне Диананың мамасы Александрды ұнатпады. Сөз арасында қайта-қайта оның бойына килігіп отты. Дианаға қиын. Достарының, туыстарының, жұмыстастарының, жалпы адамдардың көзқарасы оның жүйкесін жұқартты. Осының бәрін байқап жүрген Александр ашық сөйлесуге бел шешті. Диана онымен жүру оңай емес екенін айтып, әңгімені қысқа қайтарды. Осыдан соң Александр Короли және Бруномен танысуға келді. Александр көмекшісінің көңілінен шықты, ал Бруно оны тіпті басында байқамай да қалды. Не вовремя надо, мне плевать! Отвечай мне! Перестань! Сейчас же возьми и ответь мне, я отсюда не выйду, пока... Александрға Бруноның іс-әрекеттері мүлде ұнамады. Ол жол бойында тұрған Бруноға келіп, Диананың мазасын ала берсе, оның жағдайы мүшкіл болатынын ескертті. Еркектер ерегісіп тіпті жұдырықтаспақшы да болды. Алайда Бруно ергежейлімен төбелесуді өзіне ар санады. Бұдан кейін Александр Бруноны өзі ұйымдастырып жатқан кешке келуін сұрады. Осы арқылы Диана екеуінің қарым-қатынасына қарсы емес екенін көрсетуін бұйырды. Бұл уақытта Диана рөлде келе жатқан анасына өзінің болашағын Александрмен байланыстыратынын айтады. Мұны естіген анасы есіне танып қарсы жолға шығып кетеді. Ұйымдастырылған кешке Бруно келді, және де ол ыңғайсыз жағдайда шкаф үстінде салфеткілерді алмақшы болып асылып тұрып қалған Александрдың үстінен түседі, бірақ Александрға түсуге көмектеседі. Осыдан соң екеуі үстел теннисін ойнауға бәсіседі. Шарт: кім жеңсе Диана соныкі. Александрдың үстел теннисінен мықты екенінен Бруноның хабары жоқ. Ал өзі бұл ойынға мықты емес, және де оған жұмыс үстінде де жаттығу жасауға тура келеді. Жаттығу жасап жүргенін ештеңеден хабары жоқ Диана көреді. Николь, Диананың анасы, ол өзінің күйеуіне Диананың таңдауын құптамайтынын айтады. Сол сәтте құлағы керең Диананың әкесі Никольға өзі де толыққанды дені сау адаммен өмір сүріп жатпағанын ескертеді. Диана мен Александр жағажайда жүргенде оларға Дианаға жейде сатқан сатушы жолығып қалады. Сатушының баласы мен Александрдың үстіндегі жейде бір-бірдей. Бұл ыңғайсыз жағдай Диананың шыдамының шегі болады. Үйге келген соң ол Александрмен қарым-қатынасын түбегейлі тоқтататын болып шешеді. Бірақ алыстағаннан кейін екеуі де бір-бірінсіз өмір сүре алмайтындарын түсінеді. Диана Александрмен жолыққысы келгенмен оған Бруно жол бермейді. Себебі ол әкесінің жүрегі жараланғанын қаламайды. Осыдан кейін Дианаға батыл шешімге баруға тура келеді. Ол Александрдың қайда екенін біліп алады, ұшақ жалдайды, содан соң парашютпен секіріп кетеді. Мұндағы мақсаты Александрға онымен бірге болу үшін енді ештеңеден қорықпайтынын дәлелдеу. Жерге түскеннен кейін Александрдан кешірім сұрайды және оны шексіз сүйетінін мойындайды. Екеуі сүйіседі. Осымен болды достар. Егерде сенің бойың қысқа болса, Александрдан үлгі ал, сонда сенде бәрі жақсы болады. Бойың ұзын болсын, қысқа болсын, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылып кет. Сонда менде бәрі жақсы болады. Көріскенше достар.